Құрметті көрермен, өткен ғасырдың 30 жылдары темір нарком атанған Темірбек Жүргеновтың есімі бүгінде есі қазаққа етене таныс. Ол Қазақстан мен Орта Азия Республикасындағы оқу ағарту, мәдениет және әдебиет саласының өркендеуіне үлес қосқан көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, сыншы, көсем сөзші. Алаштың арда азаматының туылғанына биыл 125 жыл. Осыған орай студиямызға шақырған қонағымызды таныстыра кетейік. Қазақ ұлттық өнер академиясы тәрбие жұмысы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректоры Ергөбек Шыңғыс Құлбекұлы бүгін бізде қонақта. Қош келдіңіз, қайырлы таң. Қайырлы таң, Нұржан балауса. Қош көрдік. Мен де өте қуаныштымын. Шақырғандарыңызға көп рахмет. Енді айтып жатырмыз ғой, бүгін міне Темірбек Жүргеновтің 125 жылдығы деп. Өзіңіз де сол үлкен өнер академиясында қанша жыл қызмет етіп келе жатсыз, қаншама қоғам қайраткері, елдің алдында жүрген азаматшаларды тәрбиелеп білім беріп жатсыздар. Енді айта кетіңізші, жалпы бұл мерекеге тойлана ма, 25 жылдан қалай атап өтейін деп жатсыздар ма, жоспарлар бар ма? Биыл Қазақстан көлемінде, жалпы ел көлемінде Темірбек Жүргеновтің 125 жылдығы ерекше аталып өтті. Мұның тұсында Түрксойдың көлемінде, яғни тұтас түркі қауымының үлкен мерекесі болмақ. Бұл қазақ елінде қызмет атқарған белгілі бір қоғам қайраткеріне деген үлкен құрмет қана емес, тұтас қазақ еліне деген құрмет. Осы ретте Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының бұл істің басы-қасында болуы және ұйымдастыруы белгілі бір дәрежеде заңдылық деп қарастыру керек. Біздің академияның өзінің көлемінде, өзінің ұйымдастыруымен және мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен 20-дан астам ірі мерекелік іс-шара жүзеге асырылуы жоспарланып отыр. Оған енді барлық сіздің студенттер бар, бәрі қатысатын шығар, ұстаздарды қауымы? Бұл іс-шараларға немқұрайлы қарайтын тек академия коллективі ғана емес, академия ұжымы ғана емес, тұтас қазақ халқы атсалысады деп ойлаймын, және тұтас қазақ халқы өзінің белгілі мемлекет қайраткеріне ерекше ізетпен қарайды деп ойлаймын, мұнда ешқандай күмән жоқ. Енді айтып жатырмыз аға, осы Темірбек ағамызды дәріптеу мақсатында түрлі сабақтар осы білім ордасында өткізіле ме, арнайы дәрістер деген сияқты? Сөзсіз, академиямыздың аты Темірбек Жүргеновпен байланысты болғандықтан міндетті түрде біз студенттерге де, магистранттарға да, докторанттарға, тіпті академиямызда мектеп пен колледжде Темірбек Жүргеновке арналған арнайы курстар, арнайы сабақтар өткізіп тұрамыз. Бұл біздің тек қазақ елінің алдында емес, тұтас қазақ тарихының алдындағы үлкен борышымыз, үлкен мақсаттардың біреуі деп ойлаймын. Мұнда ешқандай күмән болмауы тиіс. Тамаша, енді биылғы жыл осы жалпы студенттер жайлы айтып кетейікші. Қазіргі таңда өзіңіздің жұмысыңыз жайлы, келіп жатқан білімгерлерді биылғы жаңа бірінші курстар бар, биылғы жаңа жылдан кейін осы демалыстан кейін келіп жатқаннан кейін олармен тәрбиелік жұмыстары қалай жүріп жатыр? Ең алдымен мынау академиямыздың өзіндік ерекшелігіне тоқтала кетейік. Өнер академиясы болғандықтан біз білім берудің кешен жүйесін қалыптастырдық. Академиямыздың көлемінде арнайы маманданған мектеп, колледж, бакалавриат, магистратура және докторантура бар. Демек, кемел маман шығарудың толыққанды жүйесі қалыптасқан деп айтуға болады. Бакалавриат деңгейінде бүгінгі күннің өзінде 19 білім беру бағдарламасы бойынша арнайы білім беріледі, магистратура деңгейінде 18 және докторантура деңгейінде 7 білім беру бағдарламасы жүзеге асады. Келесі жылдан бастап бакалавриат деңгейіндегі білім беру бағдарламалары 21-ге дейін көбейтуді жоспарлап отырмыз. Мұның тұсында әрине мынау өнер саласы бізге ерекше жүк артады. Себебі өнер адамы бүгінгі күні жай зиялы қауым емес, ұлттың бет әлпетін қалыптастыратын өнер адамы. Ұлттың қаймағы өнер адамдары. Бұл мамандарды дайындау, бұл мамандарды тәрбиелеу, бұл мамандарға кемел жол көрсету өте күрделі жұмыс. Бұл уақытта академия көлемінде жыл сайын шамамен 45 тәрбиелік қана іс-шара және 100-ден астам әртүрлі шығармашылық кештер, көрмелер және өзге де бағыттағы жұмыстар жүзеге асырылады. Енді жаңа айтып қалдыңыз ғой, студенттер қазір қандай бағыттарды таңдайды? Қай факультеттерге деген қызығушылық көп? Енді дәстүрлі түрде өнер саласы жалпы өте көп қызығушылық тудырады. Қазақстан Республикасының көлемінде, мынау еліміздің көлемінде біз секілді бір орынға
10 адамнан келетін жоғары оқу орындары аз шығар деп ойлаймын. Мұның тұсында әрине кино және теледидар факультеті, театр өнері факультеті, сондай-ақ соңғы уақытта ерекше ілтипатқа ие болып, контингенті көбейіп жатқан мынау көркем сурет өнері ерекше маңызға ие болып келе жатыр. Енді дәл қазір құрметті көрермен, көріп отырған ата-аналар, оқушылар дейміз, жалпы көптеген өнер азаматшылардың арманы осы Темірбек Жүргенов өнер академиясына оқуға түсу, соны тәмамдау. Дәл қазір сол жайлы қойылатын сұрақтарыңыз болса, экранда WhatsApp номеріміз көрсетілген. Сұрақтарыңыз жолдаңыздар, осы жерден жауап ала аласыздар. Енді жаңа айтып жатсыз, ендігі жылға жаңа тағы да білім саласында түсетін факультеттерге көбейеді деп жатсыздар. Ол қандай? Білім беру бағдарламаларын ары қарай кеңейту, соның ішінде бүгінгі күні заманауи менеджмент саласында, әсіресе театр менеджменті бағыты бойынша жаңа оқу бағдарламасын енгізу жоспарлап отырмыз. Мұның атысында мынау сын саласы, әсіресе өнертану саласына ерекше мән беріп, қосымша білім беру бағдарламаларын ашу жоспарлап отырмыз. Соны қосқанда бүгінгі күнгі 19 бағдарламаға 2 қосымша бағдарлама қосылып, 21 бағдарлама қолға алынады деп жоспарлануда. Енді аға, сіз жаңа ғана кадр сыртында айтқан едіңіз, осы Темірбек Жүргеновтың шын мәнісінде жасаған еңбектерін көпшілік білмей жатады. 400-ге жоқ мектеп ашқан деген сияқты фактілер бар екен. Осыны толықтырып айта кетіңізші, білсін халық. Темірбек Жүргенов қазақ тарихында өзіндік орны бар тұлға ғана емес, қазақты ұлт ретінде сақтап қалуға ерекше еңбек сіңірген адам. 400-ге таяу мектеп ашып, бүгінгі күні Абай атындағы опера және балет театрын ашуға, жалпы қазақ мәдениетін өркендетуге ерекше атсалысып, ұлттық құндылықтарды сақтап қалуға бірден-бір қызмет еткен адам. Бұл Темірбек Жүргеновтың басты ерекшелігі, ол кісі мемлекеттік қызметке бара жатып, өзінің белгілі бір дәрежеде репрессияға ұшырайтындығын түсінген және білген. Бірақ соған қарамай, ұлтқа қызмет ету үшін осы бағытта жұмыс істеген адам. Бұл өзге тұлғалардан Жүргеновті ерекшелендіретін бір негізгі ерекшелік қой деп ойлаймын. Мында бұл көрерменнен келген бір сұрақтар бар екен, соған кезек бере кетейік. Қайырлы таң, күн жақсылыққа толы болсын. Ағамыз айтып жатыр ғой, жаңа өнер академиясы деп. Жалпы өнер академиясы қанша жасқа дейін түсуге болады? Менің бір естуімше танымал актерлар бір емес 5-6 жыл қатарынан тапсырып әрең оқуға түскендер де болған екен. Мен қазір жасым асып кеткен, негізі оқу жылына қазір тапсырғым келеді, бола ма екен дейді. Жастық ерекшеліктеріне байланысты енді бізде Қазақстан Республикасында жалпы жастық шектеу жоқ қой. Дегенмен енді өнердің өзіндік салалық ерекшеліктерінің бір ретінде бізге бірінші реттен түсіп кететін оңай жоғары оқу орны емес біз. Сондықтан біздің өнер майталмандарының өзі 5-6 реттен оқуға түсіп бітіріп жатқандар көп. Біздің есігіміз кез келген жағдайда ашық. Біз абитуриенттер, студенттерге бұл бағытта кеңес беруге әрқашанда дайынбыз. Тағы да бір хат келген екен, мен актриса болғым келеді. Бірақ жылына өте аз актриса, актерларды таңдап алады екенсіздер. Жылына қанша оқушыны аласыздар деп жазып жүрген? Ол әр жылға байланысты. Жалпы өнер саласындағы мамандар басқа салалардан негізгі ерекшелігі, біз өнер саласының маманының әрқайсысына жіті мән беріп білім беруге тырысамыз. Яғни бұл кең көлемді мамандықтар емес. Сондықтан санның шектеулі болуы да заңдылық. Біз әдетте сол 60-70-ке таяу театр өнері бағыты бойынша абитуриент қабылдаймыз, студент қабылдаймыз жыл сайын, және осы бағытта жұмыс істейміз. Ол жерде жаңа хореографиясы бар, вокал барлығын қарайсыздар ғой? Иә. Жалпы көлемде әдетте мемлекеттік грант 300 грант көлемінде болады, барлық бағыттар бойынша. Академияда 6 факультет, 24 кафедра қызмет етеді, және 19 бағытқа бөлетін болсаңыз тиісінше әрқайсысына кішігірім ғана контингент қабылдауға мүмкіндігіміз бар. Сондықтан бізге 100-ден жүйрік 1000-нан бар студенттер таланты мен дарынымен ерекшеленетін балалар оқуға түседі. Көптеген танымал жандарды көріп жатамыз, қазір жұмыс жоқ деп жүреді. Академия бітіргеннен кейін сіздерді арнайы жұмысқа жібере ма, әлде бір театрға өздері жұмысқа орналастырып жүрді? Орналастырып бере алатын мүмкіндіктер бар ма? Оқу бітіргенде не істейді ол дейді? 21-ші ғасыр креативті индустрия ғасыры.
Креативті индустрия деген нақты біздің академиямыздың шығаратын мамандықтары және маманданулар. Сондықтан сөзсіз бізде кем дегенде түлектердің 80%-нан бастап 100%-ға дейін жұмысқа орналасады. Біздің тіпті бағыттап жатқан студенттеріміз ол жерге бармай, біз бағыттаған жерге бармай, басқа жерден одан да жақсы жұмыс тауып алатын кездері болады. Бұл біздің өнер академиясының түлектеріне деген үлкен сұраныстың көрінісі болса керек, және бұл бағытта тұрақты түрде мониторинг жүргізіліп, академиямыз өз түлектерін жұмыспен қамту мәселесіне ерекше назар аударады. Тамаша, аға сізге көп рахмет. Алғыс білдіреміз, уақыт бөліп келгеніңізге. Керемет бір пайдалы сұхбат болды. 125 жылды құтты болсын, тек жақсы күндерде жүздесейік. Рахмет үлкен. Ал енді құрметті көрермен, дәл қазір бізде астрологтардың болжамы.